Дорама Хонданың Женман жіберген жөнетпесін ашып жатқанынан басталады. Ол жөнетпенің ішінен Минхэ шығады. Сөйтсек Минхэні Женман шетелден жасырынша табытқа тиеп жіберген екен. Минхэні көрген досы шошып қаруын алып атуға асығады. Женман досына көрсету үшін Минхэден хабарлама берген екен. Хабарламада Минхэге қарайлас деп жазылыпты. Одан кейін Женманның ауруханада анасының қасында отырғанын көреміз. Баласының үйге аман есен келгеніне қуанып, анасының қан қысымы көтеріліп ауруханаға жатып қалыпты. Сосын қайтадан кадр Женманның досына оралады. Досының жасырын қару сататын қоймасы бар екен, сол жерде Минхэ екеуі қару құрастырып жүр. Кенеттен Хонда есіктен біреу кіргенін байқап қаруын алып оны іздей бастайды. Сөйтсек ол Женманның өзі екен. Женманды көріп Минхэ қатты қуанады. Сосын Женман досымен әңгімелесіп отырады. Досы маған кел, екеуіміз үлкен қару сататын дүкен ашамыз дейді. Сол кезде досының мылқау екенін түсінеміз. Ал сол сәтте мына жақта ауруханаға анасының қасына біреу келе жатады. Женманның анасы ол кісіні дұрыс көрмей, Женман, ұлым, сен тағы келдің бе дегенде. Әлгі бейтаныс адам Женманның анасын тұншықтыра бастайды. Ол адам Бел екен. Сөйтіп анасы қайтыс болады. Сосын Женманның жанұясы анасын жерлеуге дайындалып жүргенін көреміз. Осы жерден телехикаяның о баста көрсетілген оқиғасынан жалғасады. Женман ағасына анасының бұлай өлгеніне күдіктеніп, оны жарып көруге рұқсат сұрап жатады. Сол арада кішкентай Жан бұзықтық жасай берге үшін Женманға үйге апарып қарай тұршы деп жеңгесі өтінеді. Женман Жанды алып үйге кетеді. Содан кейін Женманның ағасы мен жеңгесінің қасына бір кісі келеді. Ол кісімен бауырың Женманның бұрынғы досымын. Женман анасының жерлеуіне гүлдер әкелуімді өтінген еді, соны алып келуге көмектесіңіздерші дейді. Сосын үшеуін жоғарыға шығады. Оларды Бел өз тобымен күтіп алады. Женманның ағасын талдырып, жеңгесін пышақтап, сен біреумен ойнас болдың, соны күйеуің біліп қойып сені пышақтады, содан соң шатырдан өзі секіріп өлді деген әңгіме құрастырып жеңгесін сойып тастайды. Ал мына жақта Женманның телефонына біреу хабарласады. Тұтқаның ар жағындағы адам Бел тірі. Ол сенің ағаң мен жеңгеңді өлтіруге бара жатыр дейді. Сосын Женман асығыс мылқау досына хат жібереді. Хатты қарындасым Жанды қорға, мен тез арада қайтамын. Бел тірі екен деп жазады. Жанға мен бір жаққа барып қайтуым керек. Саған қарауға досымды жіберемін. Оған сөз жұмбақ айт, дұрыс тапса есікті ашасың. Таппаса ашпа деп кетіп қалады. Көп ұзамай біреу есікті бұзып кіреді. Ол кісіге жұмбағын айтады. Сол сәтте мылқау досы келіп оны сүйреп шығып кетеді, көп ұзамай қайтып келіп, қорқып қалған кішкене Жанға жұмбағының жауабын көрсетеді. Сосын бөлмене кіріп тығылып тұр, қазір мен кіріп табамын деп есігін құлыптап қояды. Кенет оқтың дыбысы шығып Жанды шошытады. Сосын есікті ашып Жанды іздей бастайды. Жан терезеден секіріп қашып үлгереді. Бірақ қашып бара жатып көлік қағып кетеді. Ал Женманды туннель ішінде бір апай бұзылған көлігіне көмек сұрап бөгейді. Сөйтсе бұл тұзақ екен. Женманның көлігінің артынан үлкен фура келіп соғады. Женманның көлігі мықты екен, кейіпкерге ешқандай зақым келмейді. Жаңағы жүк көлігінен бір топ кісі өлтірушілер Женманға қарай бара жатады. Кейін кадр Женманның қызметтес досы Пасенге ауысады. Пасен үйіне келсе, үйінің құлпы ашық. Жаймен пышағын алып үй ішіне кіреді. Сөйтсе ол Женман екен. Бағанағы қақтығыстан оқ тиіп жараланып ес-түссіз жатыр екен. Сосын Женманды емдейді. Женман есін жиып Пасенге Белдің тірі екенін, жанұясына қауіп төндіріп жатқанын айтып, Пасеннен көмек сұрайды. Ал мына жақта Жан шошып есін жиса ауруханада екен. Есіктен бағанағы жаман адам Жанның бөлмесіне кіріп келеді. Жаймен көрпені ашып қалса, Жан тағы да қашып үлгіріпті. Бірақ кісі өлтіруші Жанның қайда тығылғанын біліп қояды. Жан мүрделер сақталатын табытқа тығылады. Ол табытта Жанның анасы жатыр екен. Оны көрген Жан одар әрі қорқып қатып қалады. Жаман адам есікті ашуға жақындайды. Бірақ есікті көкесі Женман ашады. Көкесі дер кезінде келіп Жанды алып шығып бара жатқанында Бел қарсы алдынан шығып бұларды күтіп тұрады. Бел қаруын енді ала бергенде екеуінің алдынан бір тап адамдар шығып Женман құтылып қалады. Содан кейін Бабылдың үй ішін көрсетеді. Женман Бабылдың үйіне келген екен. Женман Бабылға Белге айт, бәрін тоқтатсын.
Менде үндемей өз жөніме кетемін дейді. Маған осынша шығын жетеді. Өз жазамды алдым. Егерде белді тоқтатпасаңыз, сіздің жанұяңызды жайына қалдырмаймын деп қаруын стол үстіне қояды. Содан Бабыл Белге қоңырау соғып, бәрін доғар, Жанман тәубесіне келді дейді. Сосын Жанман Пассанге барып, Бел бәрібір тоқтамайды. Мен қайта күшке енгенше жасырынуым керек деп мықты қорғанысқа ие қазіргі оқиғалар болып жатқан үйін тұрғызады. Сосын Минхе мен Мылқау досының інісін алып келеді. Дораманың алдыңғы бөліміндегі бетперделі жігіт осы Мылқау досының інісі. Пассан Минхені күресуге үйретіп басияйды. Сонымен 7-ші бөлімде аяқталады. Достар, осы дораманың тағы бір бөлімі қалды. Сонымен бітеді. Соңғы бөлімінде осы дорама жайлы өз ойымды қорытайтамын. Достар, маған білдіріп жатқан жақсы лебіздеріңіз үшін рахмет. Кездескенше достар.